Мәйітті ауласына көміп үстіне жылқы байлап қойған. Түркістан облысында 38 жастағы әйелді аса қатыгездікпен өлтірген қаскөйге сот үкімі шықты. Марқұм Әйгерім Әжікееваның өмірін қиған азамат 20 жылға қамалды. Ал келіншектің туыстары бұл Төрехан Ералхановқа берілген ең жеңіл жаза дейді. Өйткені істі болған тұрғын бұған дейін де 2 рет сотты болып, бірде-бір жазасын соңына дейін өтемеген деп отыр. Жыл басында Жетісайда болған жан түршігерлік оқиғаның соңғы нүктесі қойылды. Әйгерім Әжікееваны шөп байлайтын жіппен буындырып, кейін денесін үйінің алдына көміп тастаған Төрехан Ералханов 20 жылға сотталды. Судьяның мұндай шешім шығаруына қаскөйдің салқынқандылығы себеп болыпты. Жіппен қылқындырғаны сот медициналық сараптама қорытындысына сәйкес дәлелденеді. Азаматтың үйінде табылғаны, яғни қылмыс жасаған жерде, оқиға орнында болған үйде көміп тастағаны